Бір үзім нан ертегісі. Баяғы заманда кең далада бай мен кедей көрші өмір сүріпті. Екі үйдің арасы бір қадам ғана болса да, олардың жүрегі сондай алшақ еді. Байдың үйі алтынмен апталған күміспен күптелген. Қабырғасы жарқырап, ішіндегі дүние көз қарықтырады. Ал көрші кедейдің үйі шағын ғана қараша там. Төбесі бұтамен жабылған, іші қарапайым. Бірақ ол адал еңбегімен күн көретін, маңдай терімен тапқан бір үзім нанын да қадірлейтін жан еді. Көктемнің бір күнінде аяқасты алапат су тасқыны басталды. Даланы су басып, үйлерді шайып әкете жаздады. Бай қолындағы бар алтынын құшақтап, жақын жердегі биік ағашқа әрең шықты. Ал кедей қойнына бір көмеш нанын салып, сол ағаштың екінші бұтағына паналады. 15 күн бойы екеуі сол ағашта қалтырап отырды. Қарны ашқан бай ақыры кедейге жалбарына бастады.